Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі менің сіздерге айтатыным грек жаңғағының адам ағзасына пайдасы. Видеоны көрмей тұрып подписация мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Грек жаңғағының қоректік құны жоғары. Оның құрамында ақуыз қанықпаған май қышқылы, көмірсу қосылысы, кальций, фосфор, темір, каротин, рибофлавин, никотин қышқылы бар. Ол адам денесіне өте қажетті пайдалы азықтық ретінде қарастырылады. Миды қуаттандырады. Жаңғақтың құрамындағы беллактализин мен фосфатид ми жасушаларын жандандырып, жүйке қуатын жоғарылатады. Холестеринді төмендетеді. Жаңғақ дәнінің құрамында 65% май бар. Ол адам денесіндегі қан айналысын жақсартады. Өтке байланған тасты ерітеді. Дұрыс тамақтанбауға байланысты өтке байланған тасты ерітіп, сыртқа ығыстырады. Дәрігерлердің айтуынша, өтіне тас байланған адамдар жаңғақты үнемі жесе, операция төсегіне жатуының қажеті жоқ екен. Теріні ажарландырады. Жаңғақтың құрамындағы мол кальций, фосфор, темір сияқты микроэлементтер адам денесін түрлі ферменттермен қамдайды. Мұның ішіндегі Е витамині жасуша босауының алдын алады. Жаңғақты лайықты мөлшерде жесе, бет терісін ажарландырып, ағартып, майдалылығын, жылтырлығын арттырады. Босануға жақындаған жүкті әйелдер көбінесе жаңғақ дәнін жеу арқылы өз келбеттерін сақтайды екен. Құрметті достар, менің видеом ұнаған болса, коммент жазып, лайк басуды ұмытпаймыз. Және де менің каналыма жазылыңыз.